Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге дәл осындай материалдармен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Қалай дәл осы материалдарды объектілердің бетіне қалай дұрыс қою керектігі жайында айтып кететін боламын осы видеода. Олай болса достар, сіздер арнаға жазылып қолдау білдіріп кетіңіздер. Біз болса видеомызды бастаймыз. Алдымен достар, біз осы Blender бағдарламасында мысалы ретінде дәл осы кубыққа текстура қоятын болсақ, бізде екі түрлі мысалдар болады. Бірінші түрі біз жай ғана Chromeға кіріп текстура деп жаза саламыз. Текстура для обоев. Осылай жазсақ, бізде жай ғана қарапайым текстуралар шығады. Мына жерден кез келген текстураны тартып алсақ болады мысалы ретінде. Текстура для дверь, текстура для окно деп жаза бересіздер, и осы жерде кез келген текстураларың шыға береді. Бірақ достар, сіздерге тағы да ең оңай жолы бар. Ол уже Blender'дың ішінде, Blender бағдарламасының ішіне как положено орнатылып қояды достар, автоматты түрде. Оны біз қалай іздейміз? Оны біз достар былай жазамыз. Blender Kit деп жазамыз. Кешірім сұраймын, так. Міне былай жазамыз. Blender Kit. Міне Blender Kit деп жазамыз жай ғана. Бізде дәл осы сайт шығады. Міне логотипін көрдік, мына жерде сайттың атын көрдік. Дәл осы жерге кіресіздер достар. Бұл тегін достар, бұл жерде ақы сұрамайды достар. Әрине ақылы түрлері бар, но олар қол жетімсіз достар. Сіздерге алдын ала төлем жасау керек емес достар. Бізде сайттың беті дәл осылай ашылады. Сол кезде достар, сіздер жоғары қарайтын болсақ, бізде Download Blender Kit деп тұрады. Дәл осы бағдарламаны басасыздар. Сол кезде достар, тағы да Download Blender Kit for free деп шығады. Дәл осы батырман басасыздар, дәл осы батырман басқан кезде бізде тартылады автоматты түрде. Міне, мысалы менде уже тартылып жатыр. Негізі достар, менде тартылып қойған. Енді мен сіздерге уақыттамай Blender бағдарламасының ішіне кіріп көрсетейін. Біз Blender бағдарламасының ішіне кіреміз, және мұндағы батырма қарайтын болсақ, Edit деген батырманы басамыз, және ең астында Preference деген батырма тұрады. Дәл осы Preference батырмасын басамыз. Достар, бізде қарайтын болсақ, бізде Preference'тің ішінде неше түрлі функциялар бар. Интерфейсті басып, біз өзіміз орыс тіліне аударып алсақ болады достар. Міне жерде интерфейс деген кіріп, астына Transformation деген қарайтын болсаңыздар, Language деп тұрады. Ол жерде English деген басасыздар да, мысалы орыс тіліне қойып қойсаңыздар болады. Міне жерде орыс тілі бар. Бүйтіп ауыстырсаңыздар, мына жерде Russian деп тұр, міне русский. Міне барлық интерфейстердің функциялары орыс тіліне қойып кетеді достар. Мен автоматты түрде орыс тіліне қойып кетеді. Ал маған ағылшын тілі удобно болғаннан кейін мен ағылшын тіліне қойып жатырмын. Вот енді достар, Add-ons деген батырманы басамыз. Дәл осы батырманы басамыз. Енді жақсылап қарайтын болсақ, бізде жоғарыда install деп тұрады. Install деген батырманы басамыз. Біз өзіміздің тартқан файлымыздың аты дәл осылай шығады достар. Міне Blender Kit деп шығады. Мұндағы файлдарды басып жүрмейсіздер, тағы да файлдар тұруы мүмкін сіздегі компьютерда. Бұндай файл емес, тек қана астында файлдың аты Blender Kit деп жазылу керек. Дәл осы файлды басасыздар да, астына қарайтын болсаңыздар install add-on деп тұрады. Дәл осы батырманы басасыздар. И сіздер жазасыздар мұнда key I деп жазасыздар мұнда поискке. Сол кезде сіздерде дәл осы теріп береді. Міне менде мысалы бар, менде галочка ұрылған, менде уже орналастырып қойылған. Енді достар, сіздерде галочка болмайды басында. Дәл осылай шығады, бірақ галочка болмайды. Сіз галочканы басасыз, мұнда ссылканы басып тексересіз. Мұндағы файлдар Blender'дің алгоритміне енеді. Blender'дің алгоритміне енген кезде біз мұндағы үш нүктені басамыз, Save Preference деп тұрады. Дәл осы батырманы басамыз және шығып кете саламыз. Бізде жоғарыда автоматты түрде дәл осында логотип тұрады достар. Біз мұндағы ссылканы бассақ, бізде уже кез келген материалымызды таңдап қойсақ болады достар. Міне мұнда өзіңізге арналған кез келген модельдер пішіндерін осы жерге жүктеп қойсаңыздар да болады. Модельдерді дайын тұрған, егер сізде қандай да бір өнім болатын болса, не болмаса, жай ғана рекламаға дайындық болатын болса, немесе қандай да бір анимациялық мультфильмдер құрастыратын болсаңыз, осы жерден алып дайындап қойсаңыздар болады достар. Міне жерде текстуралар бар, мына жерде модельдер бар, мұнда спейстер бар, мұнда студияның жарықтары бар достар. Бұл жерде кез келген жерді бассаңыз, мына жердегі жалпы студия сол жарыққа енеді достар. Міне жерде де модельдер бар. Кез келген модельдеріңізді алып қоя берсеңіздер болады. Мысалы ретінде бір модельді алып көрсетейін. Мысалы ретінде осы мүсінді алып көрсетейін сіздерге. Міне бізде дәл осы тартылады. Біз өзіміздің таңдаған мүсінімізді өстіп тартып алдық. 2-8 мегабайт екен. Мұндағы модельдің орны. Міне достар, бізде модельді осылай тартып, дайын модельдерді осылай тартып қоя берсеңіздер болады. Мына жердегі столды тартып қойсақ болады мысалы ретінде. Міне бізде стол мысалы. Мынау стол, а мынау мүсін. Міне осылай дайын қылып қоя берсеңіздер болады достар. Пример ретінде енді біз текстуралар тексеріп көрейік достар. Мұнда қарайтын болсақ, төбесінде Find Materials деп тұрады. Дәл осыны басамыз. Кез келген материалымызды бассақ болады мысалы ретінде. Мысалы мен мына шыны материалды таңдаймын. Материалдың аты бар екен. Lego Trans Elo деп жазып қойыпты. Міне біздегі материалдың текстурасы міне осындай болады достар. Так, мұндағы материалды көрейік.
Биздеги мындагы сары материалдың Lego Metallic Gold дейді. Мындағы текстураның аты Lego Metallic Gold екен. Осылай кез келген материалыңызды қоя берсеңіздер болады, кез келген моделіңізге достар. Достар, кейін сіздерде мынандай ситуация болады. Мысал ретінде сіздер шейдинг бөлімінде тұрасыздар. Шейдинг бөлімінде мысал ретінде мынандай бір объектілер болады. Мысалы, мындай объектілерді бөліп тастау, терезесінің рамасындағы түсін біркелкі басқа. Мысал ретінде мындағы терезені жеке дара шығару керек. Мысал ретінде мына терезеде ойлайық. Енді осы терезенің түсін мына сыртқы бірдей емес, барлығын жеке дара қылып қалай жасай аламыз деген сұрақ болады бізде. Ол сұраққа достар былай жауап береміз. Мысал ретінде мына терезенің барлығы мұндағы ішіндегі шыны айнасы, мұндағы рамасы, терезенің ішкі рамалары бүкілі мұндағы сары текстура сияқты болып қалмайды ғой, дұрыс па? Вот бұларды жеке дара текстура қою керек. Енді бұлармен қалай жұмыс жасаймыз деген сұрақ болады. Вот ол кезде достар былай жасаймыз. Сіздер мұндағы материалды көрдік. Бұл жерде нақты бір-ақ материал тұр, иә? Енді біз тап батырмасын басамыз. Тап батырмасын басқан кезде достар, бізде жоғарыда мұндағы қарайтын болсақ Toggle X-Ray деген батырма тұрады. Осы батырманы басамыз достар. Мұнда қарайтын болсақ достар, дәл осылай апарып қойып аласыздар өздеріңіз. Енді Shift және Alt батырмасын басасыздар да мұндағы бұрышты көрдік қой, иә? Дәл осы бұрыштан бастап белгілесеңіздер, міне барлығы біркелкі көшіріп алады, міне. Дәл осылай көшіріп аласыздар. Біркелкі, мысал ретінде мен көшіріп алдым. Дәл осыны бұрыштарға әкеліп дәлдейсіздер, міне. Дәл осыны бұрыштарға әкеліп дәлдейсіздер. Shift және Alt батырмасын басып тұрып осылай кете бересіздер достар. Енді достар, біз мұндағы терезенің сыртындағы рамасын ғана белгілеп алдық. Енді біз P батырмасын басып Selection деген батырманы басамыз. Болды. Енді мұндағы объекті жеке дара болып шықты достар. Мұндағы объектіден мұндағы объекті жеке дара болып шықты. Өйткені қараңыздар, коллекция бетіне қарайық, бізде бір кубик тұр. Ол кубик мына объекті болып есептеледі. Ал мұндағы кубик 0,1 деп тұр. Бұл екінші саздап есептелген объектінің екіншісі. Бұл рамасы. Ал ішіндегі терезе мұндағы терезелерді белгілеп аламыз. Shift батырмасын басып тұрып, және P батырмасын басамыз, және Selection деген батырманы басамыз. Вот бізде үшінші объекті пайда болды, міне. Енді достар, біз рамасын белгілейміз. Енді біз мұнда қарайтын болсақ, материал деп тұрады, дәл осы жерді басамыз. Мына жерде бізде материалдың бүкіл инструкциясы ашылады. Оның қасына қарайтын болсақ, бізде файлдар тұрады. Файлдардың логотипі тұрады, мына жерде суреттер батырмасы тұрады. Файлдардың батырмасы көріп тұрмыз ғой, иә? New Materials деп тұр. Дәл осы жерден біз X батырмасын басамыз. X батырмасын басқан кезде біз өзіміз текстурамызды іздейтін боламыз достар. Мысалы мен wood деп жазам. Мысалы бұл қандай текстура? Бұл ағаштың текстурасы. Вот мен мына жердегі текстураны аламын мысалы. Бізде жай ғана мұндағы рамаға қойыла салды. Просто так қойыла салды достар, міне. Дәл осылай сіздер де қоясыздар. Енді мен үшінші объектіні белгілеп аламын. Үшінші объектінде де дәл солай Lego Metallic Gold деп дәл осы текстура тұр. Мынау бірінші тұрған объектіде тұрған сияқты, мұндағы объектіде де дәл осы текстура тұр. Жаңағы бірінші біз рамадан алып тастағандай қалай алып тастаймыз? Қайтада жақсылап қарайтын болсақ, бізде X батырмасы тұрады. Осы жерде X батырмасын басамыз. Енді біз жоғарыдан өзіміздің текстурамызды жазып іздейміз. Достар, бұл жерде мен жазып көргендей орыс тілінде шықпады. Значит, бұл Blender Kit дегеніміз орыс тілді интерфейсті дұрыс қабылдамайды. Тек ағылшын тілінде жазып көрсеңіздер ғана шығуы мүмкін. Әрине ол қиын емес достар. Сіздер переводқа кіріп, мысалы ретінде қандай текстура керек, дәл соны сіз ағылшын тіліне қойып аударыңыз. Ағылшын тілінде текстураның аты шықса, мына жерге қойсаңыз, дәл осы жерден шығарып береді сізге керекті текстураңызды. Так, мұнда біз кез келген шыны алып қояйық. Міне бізде уже қойылды. Жеке дара текстурамызды қойдық достар. Көріп тұрғандарыңыздай достар, бүгін біз сіздермен бірге текстураны қалай дұрыс қолдану керек және осы Blender Kitті Blender бағдарламасына қалай дұрыс орнату керектігі жайында көрсетіп кеттім. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Достар, келесі видеода біз өзіміз дәл осы текстураны қолмен құрастырып, өзіміз кәдімгі текстурамен шынайы жұмысты жасайтын боламыз келесі видеода. Бүгінгі видеомыз пайдалы болса достар, арнамызға жазылып қолдау білдіріп кеттіңіздер. Сіздермен болған Xenodales арнасы, келесі кездескенше.